Әйгерім ханым, жалпы осы 61-ші Жылпан балабақшасында қандай жұмыстар жүргізіп жатыр, айта кетсеңіз? Ғасыр, білімділер ғасыры болғандықтан, бүгінгі таңда заманға сай саналы парасатты ұрпақ тәрбиелеу еліміз үшін аса маңызды міндет. Ұлттық ойындар ата-бабамыздан қалған құнды асыл қазына. Сондықтан оларды күнделікті өмірде пайдалану біздің заманымызға лайық ұрпақ тәрбиелеуге үлкен пайдасына келеді. Ойын балалардың танымдық қабілеттермен дамытуға көп мүмкіндік береді. Олардың қатарында бестемше интеллектуалды ойыны бар. 2020-21 оқу жылдарында 61 Шолпан балабақшасында эксперименттік алаң ашылды. Бестемше ойынын үйретіп балаларға үйретіп жатқан Евразия ұлттық университетінің доценті Құралай Кадыровна. Жалпы бестемше ойынын балалар тез бейімделіп, тез үйреніп кетті ме? Иә, балаларға ол бестемше ойыны оңай берілді, өйткені қызық болды ма? Иә, өте қызық ойын ретінде өтіп жатқаны. Балаларды санау үйрету ең бірінші біздің міндет, мақсат сол, балаларға санау үйрету, сан үйрету, мектепке дайындау дегендей. Біз жақсы атқарылып жатыр, балалар өте жақсы бестемшеге тез үйреніп кетіп жатыр. 2024 жылы үлкен семинар өткізілді. Жаңа жоба ашылды, бестемше сәулелі тастары деген. Бірақ ол бестемше сәулелі тастары ерекше білім қажет ететін балаларға арналған. Сол ерекше білім қажет ететін балаларды сол ұлттық ойынға бейімдеу, сан үйрету, сана үйрету сол мақсатымыз. Жүзу әлемі басталады бізде. Жоғары шығыңыздар. Қазіргі мінеке сабақтың дәл үстіне келдік. Жақ температурасы керемет. Балаларға өте. Балалар тоңбадыңдар ма? Ыстық па? Балалардың денсаулығына өте оң, пайдалы. Тереңдігі қанша? Суды біз кейде кіші топтар болғанда 80 сантиметрге толтырамыз. Үлкен топ балалар болғанда 100-110 сантиметрге толтырамыз суды. Ол бізді өзімізге байланысты. Мына жақта балаларға бортиктары бар. Су аптасына 2 рет тағы да тазартудан өтеді. Аптасына 1 рет ауыстырамыз суды. Балалар жүзуге үйренді ма жалпы негізі? Иә, әрине балалар өте жақсы көреді. Жүзу сабағы басталғанда сол күні бізде 100% балалар келеді. Қалдыру деген жоқ сабақты. Әр сабақ басында, жүзу сабағы барысында тәрбиешілері, тәрбие көмекшілері бәрі осында жүреді. Бәрі балаларға қарап жатады. Екі жақтан видеокамера бар, мына жақта, және де сол камерасы. Балалар бірыңғай қадағалауда. Бір жүзу кабинетінде 2 камера жұмыс жасайды. Бір топқа қанша уақыт бөлінеді жүзуге? Жүзу сабағы қанша уақыт? Жарты сағат балалар жүзеді, сосын оларды алып кетеді. Қазір обед уақытында балалар жүзеді, обедін жеп ұйықтайды. Шаршап. Ұйқылары жақсы болады. Иә, ұйқылары күшті болады. Ал қыздар, бастаймыз. Балалар бір бөлек, қыз балалар бір бөлек. Ұл балалар бір бөлек, қыз балалар бір бөлек, өйткені кейін бөлмесінде бір-біріне ыңғайсыздық тудырмау себебінен. Қазір бізде жүзу мұғалімі бірге тәсілдерді көрсетеді. Сосын олар өте күшті жаттығу жасайды. Сүңгіп үйренеді екен. Мына біздің тұзды шахтамыз балалардың денсаулығына өте пайдалы. 1 жыл болды осы тұзды шахта ашылғанына. Мемлекет тарапынан салынды осы кабинетке. Балалардың ісіне өте пайдалы. Әр топта өтеді. Әр топтың балалары солайда аптасына 2 рет келеді.
бір 10 минут, 10-15 минут осының ішінде отырады, ойын ойнайды. Балаларды ең бірінші сабақтарында 3-4 апай береміз, өйткені тұзды ауыздарына салуы мүмкін, сондықтан басында үйретеміз.